Сәлем бәріне, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен тағы да бір пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Бүгінгі біздің пайдалы ақпарат ол бет күтіміне арналады. Бүгін мен сіздермен оңай және тез жасалатын бетке арналған масканың рецептімен бөлісемін. Сізге осындай пайдалы ақпараттар қызық болса, ең алдымен менің каналыма подписка жасап, лайк қойып, комментарий жазып кетсеңіздер болады. Қандай да сұрақтарыңыз болса, астына жазыңыздар, мен сізге жауабын видео ретінде түсіретін боламын. Ал біз әрмен қарай өзіміздің маскаға кірісейік. Бүгінгі біздің маска көк шайдан жасалынады. Негізі маскалардың қазіргі таңда сан алуан түрі бар. Сол сан алуан түрдің ішінде бүгін мен сіздерге көк шайдан жасалынатын қандай түрлері бар және қай бетке арналатын жолдарымен айтып бөлісетін боламын. Мысалға, біздің бетіміз құрғақ, майлы, жартылай майлы деп 3 түрге бөлінеді. Сол 3 түрге арналған 3 түрлі масканың бүгін рецептін сізге видео ретінде түсіріп көрсетемін. Масканың рецептімен бөліспес бұрын мен сіздермен бір-екі лайфхакпен бөлісіп кетейін. Егер де сіз компьютердің алдында көп жұмыс жасайтын болсаңыз, көзіңіз шаршап ауыратын болса, суып қалған шайдың пакетін, көк шайдың пакетін көзіңізге 10-15 минут қоятын болсаңыз, көздегі артық шаршаңның бәрін және отек, яғни ісіктің бәрін алуға жақсы көмектеседі. Екінші лайфхак, күнделікті бетіңізді жуғаннан кейін көк шайды суытып қойған көк шаймен бетіңізді шаятын болсаңыз, бетіңіз әрдайым жылтыр, табиғи свежесть дейді ғой, яғни балғындығын ұстап тұратын болады. Ал егер сізде тонер болмаса, дәл сол суып қалған көк шайды бетіңізді батамен сүртіп отырсаңыз, тонердің орнына өзінің міндетін атқаратын болады. Ал енді мен сізбен рецептпен бөлісейін. Қазір бірінші рецептіміз біздің құрғақ бетке арналады. Үй жағдайында көк шаймен құрғақ бетті қалай кетіруге болатын масканың ингредиенттерін дайындап алдық. Бізге ең алдымен керегі көк шай, бал және ыстық су. Егер де сіздің бетіңіз сезімтал болатын болса, бұл масканы аптасына 1 рет жасау жеткілікті. Ал сізде аллергиядан болмаса, онда аптасына 2 рет жасауға болады. Ең алдымен көк шайды жақсылап қою қылып шығарып алуымыз қажет. Ал көк шайымызды біз қою қылып шығарып алдық. Осы дайындалып болған мына біздің пакетімізді лақтырмай сақтап қойсаңыздар болады. Қазір суығаннан кейін көзіңізге 10-15 минутқа қойсаңыз, көзіңіздің ісігін, көзіңіздің ауырған шаршаңғысын бәрін жақсы өзіне сіңіріп алатын болады. Ал енді біз қап-қара болып шыққан көк шайымызға кішкене бал қосамыз. Бал мен көк шайдың қосындысы беттің құрғақтығын кетіріп, бетті ылғалдандырып, бетке табиғи нәрленуіне көмектеседі. Яғни кешке дейін бетіңіз свежий өзінің табиғи сұлулығын ұстап тұруға жақсы көмегі тиеді. Шайымыз ыстық болғандықтан балымыз тез ериді. Кішкене суығаннан кейін бетімізге аптасына 1 рет осындай кисточка болмаса спонжикпен бетіңізге 1 келкі ғып жағып 10-15 минут ұстайсыз. Сізге пайдасы тисе, өте қуанышты боламын. Ал әрмен қарай мен сізге енді майлы бетке арналған масканың рецептімен бөлісемін. Ол маскада бізде көк шайдан жасалынады және небәрі 1-2 ғана ингредиент, үйдегі бар ингредиент қажет болады. Ал майлы бетке арналған екінші көк шайдан жасалынатын масканың рецептімен бөлісейін. Ол үшін бізге көк шай, ұн және үйде бар йогурт болса, қаймақ болса, айран. Қайсы үйде бар, соны пайдалануыңызға болады. 2 ас қасық мен йогурт алдым және де 2 ас қасық ұн, бидай ұны және де
Енді менде ұнтақталған көк шай жоқ екен, сол үшін мына пакеттің ішіндегі көк шайды осында жыртып салатын боламын. Солай жасасаңыздар да болады. Көк шайды осыған салып, жақсылап араластырамыз. Бір келкі масса шығу қажет. Осы шыққан массамызды бетімізге 15-20 минутқа жағып қоямыз. Аптасына 2 рет жасасаңыз өте пайдалы. Бұл қоспаның бетке берер ешқандай зияны, кері әсері жоқ. Сол себепті қорықпай жасай берсеңіздер болады. 15-20 минуттан кейін жылы сумен шайып жіберу керек. Ал егер сізде алдын ала қайнатылып, суытып қойған көк шайыңыз болса, сол көк шаймен де шаюға болады. Бетіңіз сол кезде майлылығы азайып, құнарлы және табиғи сұлулық реңгіне қалпына келетін болады. Жасап көріңіз, ұнаса маған астына пайдасы тиді ма, тиген жоқ па жазып кетіңіз. Ал енді мен сізге уәде бергенде үшінші масканың рецептімен бөлісемін. Үшінші маскамыз біздің көк шайдың құрғақ беттен құтылудың рецепті. Яғни, есі бетіңіз құрғақ болса, қазіргі ауа райына қарай бетіңіз тоналка, BB крем жаққан кезде қабыршықтанып, жаңағыдай керек емес артық терілердің бәрі сыртқа шығып тұратын болса, сізге көк шай мен жұмыртқаның сарыуызы өте жақсы көмектеседі. Бірге жасап көрейік. Ең алдымен жұмыртқаның сарыуызын бөліп аламыз. Сарыуызымызды салып алды. Енді бізге 2 қасық ұн қажет болады. Және де үшінші бізге көк шай. Көк шайды менде ұнтақталғаны жоқ екен, сол себепті осындай пакетті жыртып ішіндегі шайды салып дайындаймын. Енді жақсылап араластыру қажет. Ал біздің үшінші құрғақ бетке арналған көк шайдан жасалған маскамыз дайын. Менің бетім құрғақ болғандықтан мен осы үшінші масканы бетіме жағып сіздерге көрсетемін. 15-20 минут бетімізде ұстап, одан кейін жылы сумен жуып жіберу керек. Не болмаса алдыңғы видеода айтқандағыдай қайнатылған, суытылып қойған көк шайыңыз болса, сонымен бетті шаюға болады. Ең маңызды ақпарат: әр үй жағдайында жасалынатын маскаларды аптасына 1 рет, кем дегенде 2 рет, 1 рет, 2-3 ай көлемінде жасайтын болсаңыздар, сіз сол кезде ғана результатқа жетесіз. Бір жасағаннан ешқандай маска сізге ешқандай результат бермейтін болады. Сол себепті ерінбей жасап көріңіз, әрдайым сұлу болып жүріңіз.